Сәлем достар, бүгін үй жағдайында пицца пісіреміз. Бұл рецептіні мен шеф-повардан алғанмын. Дәл описаниядағыдай жасасаңыздар, сізде ресторандағы берілетін пиццалардан кем емес болып шығады. Алдымен қамыр илейміз. Жылы су мен жылы сүтке бірден қант саламыз. Апара ештеңе жасамаймыз, сразу илей береміз. Қант саламыз, дрожь және оливковое масло. Зәйтүн майы пиццамызға керемет қош иіс береді және өте жұмсақ болып шығады қамыры. Және тұзын салып, бірден астықты салып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық мөлшерлемелерін төменде описаниеде толық қалдыратын боламын. Пиццада ең бастысы қамырымыз дұрыс болу керек және соус. Майонез, кетчуп емес, арнайы қалай соус жасау керек екенін қазір толықтай көрсететін боламын. Мінекей қамырымыз дайын. Өте сондай жұмсақ, қолға жауыспайтын қамыр шықты. Енді ашытуға қоямыз. Ал біз соусты жасауға кірісеміз. Пиццаға арналған арнайы пилатти деген соус болады. Ал егер ол болмаса, осылай томатный сок пен помидордан қазір қолдан жасаймыз. Соус жасау үшін бізге сельдерей қажет. Қабығын осылай ашып аламыз, жіптерін алып, уақтап тураймыз. Сосын сарымсақты да уақтап турап аламыз. Жаңағы сельдерей мен сарымсақты қуырамыз. Азғантай ғана майға қуырамыз. Үстіне томатный согымызды құямыз. Согымыз қайнай бергенде осылай помидорды қабығын ашып, турап салып жібереміз және қайнатып аламыз. Тұз бен бұрышты саламыз. Және орегано саламыз. Орегано бұл қалташада кез келген приправа сататын жерде болады. Және соусымызды қайнатуға қойып қоямыз. Келесі кезекте біз болонезі дайындаймыз. Яғни 3 түрлі пиццаның бірі болонезі пиццасы, маргарита және колбаса қияр қосылған пиццаның түрін жасаймыз. Алдымен осылай пияз бен сәбізді уақтап тураймыз, немесе түркіден де өткізіп алуға болады. Сарымсақ және азғантай ғана жаңағы сельдерейімізді турап жібереміз. Барлығын табаға қуырып аламыз. Бірінші пияз бен сарымсақты қуырып аламыз, араластырып тұрамыз, түбі күйіп кетпейтіндей болып. Кейін морковь саламыз, оны да араластырып, фаршымызды салып жібереміз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз, тұз, бұрышын саламыз. Және үстінен біраз қазық томат салып жіберіп, жақсылап тұрып араластырып, жай отқа пісуге қойып қоямыз. Мінекей жаңағы соусымыз дайын. Енді блендермен жақсылап тұрып араластырып, біркелкі етіп аламыз. Фарштың үстінен орегононы кішкене сеуіп жіберуге болады, сонда иісі, дәмі өте керемет болады. Және жаңағы соусымыздан бір кесе алып, осы болонезіге құямыз. Қамырымыз ашыды. Мінекей осылай идеальный тесті әдемі болады. Әр пиццаға 220-230 граммнан бөліп аламыз. Барынша осылай дөңгелекте формасын келтіріп, арнайы ыдысқа салып, холодильникке қойып қоямыз. Керек нанымызды алып, ал қалған бөлігін сол холодильникте ұстаймыз. Бірінші пицца маргарита жасаймыз. Ол үшін нанды осылай дөңгелектеп
жұқа етіп жайып аламыз. Және арнайы пиццаның формасына саламыз, немесе протеинге салып осылай дөңгелектеп аламыз. Жаңағы жасаған соусымыздан 1-2 қасық құйып, жағып шығамыз. Әрбір пиццаға сырды 180-200 грамм қылып, үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Маргаритаға осылай помидорды турап саламыз, және үстінен сырымыздың барлығын жайып шығамыз. Пиццаны алдын ала қызып тұрған пешке 230-240 градусқа максималны қыздырып, 5-10 минутқа пісіреміз. Келесі пиццаға мен колбасамен, яғни шұжық және тұздалған қиярды салып жасаймын. Нанымыздың жан-жағын осылай бүгіп әдемілеп аламыз. Және соусымыздан құйып, жан-жағын барлығын тегістеп жағып шығамыз. Осылай қияр мен шұжығымызды қалағанымызша салып шығамыз. Сырды күштен өткізіп салып шығамыз. Пиццамыз піскен бойда ыстық күйінде жан-жағына осылай зәйтүн майын жағып шығамыз. Келесі пицца болонез жасаймыз. Нанымызды жаңағыдай жайып алып, мінекей осылайда бүгуге болады. Жан-жағын дәл жаңағыдай соусын жағып шығамыз. Үстінен дайын тұрған болонезімізді саламыз, фаршымызды, және сырды салып, қызып 230-240 градуста қызып тұрған пешке 5-10 минутқа пісіріп аламыз бұнда. Пиццаларымыз дайын болды. Барлығы 7 пицца шықты жаңағы қамырдан. Дәл ресторандағыдай пиццаны үйде жасап көріңіздер. Достар, мені қолдап, комментарий қалдырып, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ас болсын.